Жайдарлы жүздер менен, жып-жылы сөздер менен, жарқырап күліп тұрған жайнаған көздер менен, жолықсақ қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы. Махаббат меңдегенде, жүректер шөлдегенде, сағыныш лаулағанда, көп болып көрмегенге, көріскен қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы, жолықсақ қандай жақсы. Алда екінші күнге созылған мерекелерін құттықтап, қонақтарды сүндет түгел қуаныштан аман-есен ортамызға келгенін айтып отыр. Енді 30 жыл бойы 40 күн тойын жасап, аман сау болып, аман-есен үйлеріңізге қайтадан бас қосуға нәсіп етсін. Не айтамыз енді? Sözdün bari айтылып отыр, Allah. Al, buraya gitmezler. Buraya. Sola yerleri ağrı şeyleri kesinlikle sonra başkanımızda oldu artık kadınlarla olma bir var. Taşlar yerleri aslında profesyonel. Aman bir olayla hepinizden öte konuşun derdinizden namazı almadım. Herkesin gelin sağ olsun, unutmasınız, bala şakamız aman olsun. Allah olsun diyeceğiniz, ben mutlaka şükür ederim. Bizim nimete şöyle oldunuz Allah kalası eğer. Sanırlarımızı birlik tasarkamız her kaçana iyi yaman günümüz olsun, bugün gün değil olsun kızlar. Allah alıştan gelin buradan, aman esin altlarına yetin derim. Amanlık beni, cansızlık beni olayım. Bunlar bayanmen tegesi bu rahmet aydan деп отырмын. Onun üstüne kız balasını ki biz kanşama fotoğa düşürüp kanşama ingeyi yasarak kişi karımızı anlatır buraya getirirsek bayanın semiyasымен biz sol jasa dayırak var. Köpte bu rahmet bayan tegesi o senin terbiyeden Allah'a öz başımın sinirden özüm kısmı kısmından sinirden çok rahmet olsun. Amanlıkta cansızlıklar olayım. Amin. Kızlar kayda, 76, 79 kızlar kayda деген өлең бар еді ғой. Иә, кешеден бері міне үлкен ақ түйенің қарны жарылып, үлкен ақ сарайда думандатып, көңілдетіп, бойдағыдай тамаша отырыс болды. Жақсы барлықтеріміз жүрек жарды, тілектерімізді айтты. Сол тілектердің бәрі қабыл болсын, періштенің құлағына жансын. Мына жерде 50 жылда көрмегендеріміз бар, бір көріп отырған. Енді ұзағынан тағда 50 жыл демей қойық. Ендігі жылы міне 70 жылдық Қарашаштың жолдасынан несі бар екен? Шақырып отыр. Қарағандыға шақырып отыр. Естерінде болсын. Иә, басымыз аман, деніміз сау болсын. Енді мына жерде кемесің, нешінші жылдысың сен? Әнімсің ба, ағамсың ба сол? 59. 59. Қай айсың? Апрель. Кім? Аралатармыз ғой біз енді. Баян едімге. Олар енді бөліне бастады, апатшылар. Апатшылар. Иә,
сендерге Алла разы болсын, бала шағаларың қызығын көріңдер. Апачылар бөліне бастады. Жаңағыдай күтіп жатырсыңдар. Кешеде бір тойда отырғандай, бүгін енді жаңағы айтты, дөңгелек стол деп, бүгін құдағы дөңгелек стол өзі 2 күн бар еді, тағы үйленетін біреулерінде қыз бар ма десем, ешқайсыларында қыз жоқ деп. Құдағаң құдағаласайын деп кетіп кетіп. Бедный художник стоит. Миллионы, миллионы, миллионы алых роз. Ту, что любила цветы, он тогда продал свой дом, продал картины и кровь. И на все деньги купил целое море цветов. Миллионы, миллионы, миллионы. Кешеден бері бір үлкен тойды маңғалап отыр. Осыған қуаныштымыз. 50 жылда жетті әйтеуір Алла деп оған да шүкір, арманда кетпейді. Осыны ұйымдастырған жаңағы жігіттерге кешеден бері айтып жатырмыз ғой. Көп рахмет. Олардың семьясына, мынау кеңеске, Аманжанға, Шабақтайға, имамбаздың бәріне, олардың семьяларына, баяндар, өзінің ұзасын күткендер күтіп жатыр, бала шағасымен бері жабылған. Мыңда бір рахмет сендерге. Одан кейінгі бір Назима жаңағыдай үлкен көз әлеметті. Көзіне жасалып, жете алмадым, бармадым, мен мына жерде отырмын деп күлімсей жатыр үшін. Назимаға да жағдай хабарда Алла шипасын берсін. Сендердің сені көріп келгеніне қуаныштымыз. Заман болсын, кешендерге айтқан тілектің бәрі қабыл болсын. Ортамыз ортаймасын. Бір-біріміздің қыз қуанышымызда енді қалған уақытта ортақтасып жүре берейік. Өздерің айтқандай, келесі жыл болсын, 5 жыл болсын, басымызды қоса берейік. Аллаға шүкір, өте қуаныштымын. Бұл күнді көргенде бір, көрмегенде бір барып жатырмыз ғой. Өте қуаныштымын. Кеше ауылымызға барып, мына Елдоспен Аманайдың үйіне барып, жатып, жақсы демалып қайттық. Өздеріңді көріп тіпті қуаныштымын енді. Шексіз Аллаға шүкір. Барлықтарына денсаулық тілеймін. Бастарың аман, дендерің сау болсын. Алып жатқан қыздарымыз ендері шипа болсын. Райхан, Назима аман есен ортамызға орталсын. Ортамыз ортаймасын. Өздерімен 2 жыл емес, 10 жыл бірге партада отырған сияқтымын. Қолай сезінен білмеймін. Сондықтан тойдан арылмайық. Жылда кездесек, қай уақытта болсын. Енді бәріміз қазір демалыстамыз ғой, қолымыз бос. Ойнап күліп жүре берейік, осыған ештеңе жетпейді. Тыңдаңдар, сендерді көріп түнеге жатады. Менің қастастарым жатты секен. Жігіттер де жас, қыздар да жас. Бәрін кәдімгідей көргенде өзім қалсам келмейді. Сезімші. Бәріге рахмет, мына ұйымдастырған адамдарға рахмет екен. Кеңестің енді, бізде кішімі, үлкенмі, кеңгі болады, келін болады. Аян ғой ұйымдастырып жүрген. Сол бұға көтеп жүрген. Аян рахмет еттім. Кеңес, мықты кесі. Мықты ефектен артында, мықты аян тұрады. Аян рахмет еттім. Осыны ұйымдастырып біздің Аллағымызда келесі неге Алла осы астасында бізге қосылымызға нәсіп етсін. жылдам жазылып кетті. Көбейе беріңіздер, өсіп өне беріңіздер, немере көріп жатсыздар, енді шөбере көруге жатсын. Шөбере көргендер бар, Алла бастатып жатыр енді оны шөп немене көруге Алла нәсіп етсін. Одан кейін мынау бүгінгі енді баян бізді мақтама нетпе дегенмен болмайды. Кешеден бері көріп жатырмыз, отбасымен бірге
осы Шалатай, Зүбәйра, Шолпан, Баян, Аманжан оларға ерекше алғыс айтқым келеді. Оның ішінде ерекше алғысты анау тас батқан жерін ауыр дейді ғой, семьясымен жүрін. Оның ішінде мына Қалима немереміз ғой енді бұл. Кіммен Кеңеспен Баянның немересі болғаннан кейін біздің де немереміз. Қандай тамаша осы шаңырақта тәрбиеленіп келе жатыр. Сол балаға алғысым шексіз, басын дейіп рахмет айтқым келеді. Бұл да бір үлкен тәрбиенің бір түрі. Оның үстіне өзінің өнері, қазіргі жастар осылай өзінің жақсы жақтарын көрсете берсе, әрқайсымыз қуанамыз. Бағы жансын, Алланың нұры жаусын, барлықтарыңызға жақсылық, қуаныш тілеймін. Осындай бас қосуларыңыз көп болсын, дендеріңіз сау болсын. Жаңағыдай осы қасиеттерімізді телефонға кешеден бері айтып отырмыз. Шұқылап бірдеңе жазып оны қосып, біреумен сөйлескен білмейміз. Звондағанша көтеріп тұрайын. Содан балаларымның қасында отырады. Біреу мына қызым кетіп қалса, екіншісін отырып шығамыз орнына. Ата-аналар жазып шықпай отырып. Содан жазып кетіп қалған уақытта тура қасында отырған адам өйтіп қолдамайды. Бәрі телефоннан шығады, енді боя таңға ұстап қалады. Әбден сағынып олды енді. Şimdi kalırsın, ortamız ortaymasın, oyumuz oygulasın, neleri görüyorsunuz, şöyle görüyorsunuz, Allah kızından ayırmasın, kolay başkasından ayırmasın. Bir yollarımıza gelip siz okuttayız, biz 69'dan birini asmandan bir gazete verir mi? Öz basmış olabilirdi. Nasıl koysun? Ben kuanıştınız. Bir adamdayım, böyle alış hakkında günah basmış, bazen bayan bir kralın gözüne gidersinler. Bir uzak baktığı olsunuz, muhabbetimiz olan da konuştunuz. Allah'a rahmet, Allah'ın dinletleri alacağım. Kız olanın benim kayda жүрген, Türkiye'de kimliğin тұрады, onun бәрін біледі, көршілер, егін, осы бәрін тоқтап жүрді. Рахмет, оның жазасын. Жақсылық болсын, деніңіз сау болсын, заман болсын, халқымыз батыр болсын, ортамыз ортайын болсын. Жақсылық болайын. Білсін, әуелі бәрін саралайын, мынау жиналған ақшаны күнде есептеп, жазып, сол ақшаға уложить етіп түсемін деп қайта-қайта сіздердің жинағым келмей, жаман ұялып, біресе жеткізе алмаймын, біресе нетем. Содан айтып, уложилась, ешқандай қарыз емессіңдер. Сол 16 мың теңге қалған бүгінгі күнге, жаңа арбузым дүниялда шайға бір кәмпит алып бердім. Где-то там 200 теңге мүмкін қалды ма? Не, осы мен қарыз емеспін, сіздер де қарыз емессіңдер. Енді жантас жерін алып бердім. Мен бастап жинағаннан кейін кеңестің әбері үшін, өзім әберім үшін барым келгенше жақсы қылғым келді. Енді жаңағы кеше фотозоналарға ұйымдастырдық. Кредит алдық, аюды, оны да біздің әберіміз үшін ол өз атымыздан, кеңес екеуміздің атымыздан подарок ретінде законмен кеше айтып жатыр, бақыт па? Фотозона бәрі күшті болды деп. Оның бәрін жалдай берсек, оның бәрі ақша. Сосын просто жаңағы есік алдында қойылған екі ненің контейнерінің ақшасын ғана бердім. Берем, әлі берген жоқпын. Сосын қызымның еңбегі, басқа мысалы осы еңбекте 100 мың, 120 мың, 130 сұрайды екен. Кішкентай қызды өз шамаларымыз болғасын. Егер басқа қол жалдасақ, сол ақша керек. Онда сіздер қарыз жинайсыздар. Соған келтіріп, короче, сіздерді де қарызы болмай, өзімізде қарыз болмай, аман есен осымен шығып отырмыз деп ойлаймын. Ол сіздердің қайта-қайта қаржинеттер ақшаның жаман алдым. Сол кеңеске келетін болсақ, енді осы қырқым болды енді. Тағы сақтасын. Басында ауырып қалды ғой, жүректен ауырғанда. Сол жүрегінен тағы да бірден бола ма, ол істеп жүр, қой десем қоймайды.
күнде тойға барасың, елді көріп жатырсың, қайтесің оларды деймін түгендер. Күнде көріп жатырсың ғой, кісі көріп жатырсың. Жоқ, сен екі рет барып қойдың менің класстастарымды деймін. Бұл көлігін немереміз, операциядан кейін немереміз келіп жүрген қаладағы. Сол келе жатып жаңағы атқорың осының қасында аяғы шығады Аманжанбек. Соның көлігін отын қылып тастады. Содан жаяу қалды. Енді операциядан кейін тегін болмайды болса анау временно беріп қойғанбыз. Енді виновный адам не таныс адам, не келмеді, не кешірім сұрамады, не несі жоқ, әлі де болсын қолым тимей жатыр, оны сотқа берем. Аманжан привет передай. Енді сотқа мойындапты өзінің кінәсін, бірақ хабарласқанда жоқ. Содан кейін жаяу бір күн ыстығында өзі ауылы кетіп барады. Терезеден қарасам, трассада кетіп барады. Ыстығы келінім айттым. Жүгір Наргиз апан кетіп барады трассада. Ана қуып барады, қазір настықта бір жерде өледі. Содан ол жүгіріп барып, жанархаға жеткізіп тастады. Отыр десе отырмайды. Мен іздеймін, мен жасауым керек. Мен бой жазып жүрген шығармын деп маған бір сөзінде бір айтып ой десем қоймайды. Аллаға айт, мен аны қолдаймын. Мынау өзі сондай сөз айтты, мүмкін өлейін деп жүрген шығар. Класстастарымыз десін, көмектесейік дедім. Содан тауға қуанып, сотқа білмейтін бұрын ылғи просто соткамен жүремін. Біз сотқа ұстасақ бізбен байланысатын. Не сонда сендер ана соткаға не бұл жатқанда тырып тастаймыз жасырмасына. Кереккесін қайтадан қосып аламыз. Бізді аңдырып ұрсып жүреді. Енді өзі сотқа қолынан түспейді. Жоқ, екі дәреже жатқызам, сен ауылысың, анау бөлшейін. Таста деп. Больницаға түскенде тық білмейді. Түн ішінде сағат 10-11 үйде байланысып жүреміз ғой. Ана видеодан қосып қалғанда салса. Байланысыз не қыласыз? Мен шығарып кеттім. Өзі отыратын төртеуміз ғой. Сотқа берді деген. Тұрыңыз керек. Карантин бар, онда көрсетпейші. Сосын мен сұраларды жауырамыз. Наным қалай болсан, бәрі көрсетіші. Ол білмейді, осы білмейді, ананы білмейді, наны білмейді. Десін жаңағы. Ол қай ғасырда келді, деревняда тұрдыма дейді. Сотканы содан үйренді. Енді қазір қолын түсірмейді. Өзі сұрсам, жаршы айналайын, жаршы деп. Сол, екі рет неден қалды, содан кейін қолдап, қолпаштап, осыны әбер үшін тырыстық. Өзім специальностым бухгалтер ғой, завхоз болдым, последний совет өкіметтің садигі мен жауып шыққам 96 жылы. Енді содан кейін жаңағы, тойда жаңағы қағаз жазған жақсы көрем, есеп Açık kapsılanda bir tiyin izleyip oturатын, çok kokasa soğuk. Bir tüm o izleyip tiyin, bir tiyin kalmışsın. Sol енді. Одан кейін енді сол сыныптың келіндерімен танысып отырмыз. Өте қуаныштымыз барлықтарыңызға. Ал енді осыны ұйымдастырып отқан осы жаңа халықтарға, осында тұратындарға үлкен рахметімізді айтамыз. Енді кешеде барлығына жекелей айттық. Бүгін де рахмет айтамыз. Осындай қуаныштар бола берсін, жақсылық болсын. Ал құрметті менің жолдасымның сыныптастары. Мен де сіздермен сыныптас деп айтуға болады. Мен де 1976 жылы мектеп бітірдім, 50 жыл болды мағанда. Ал енді бүгін 3-ші күн болып келіп жатқанымызда қуанып басымыз қосылып жатқанына, жігіттер бірін-бірі көріп, шақтасып, амандасып жатқанда ойлап қоям енді. Біз әйелдер өте қиынбыз ба осы жігіттерді кездестірмеген деп. Менің класстастарым қайда деп сұрамағанбыз ғой шынымен. Ойын әзіл. Ал енді өңгөлек үстелдің басында отырған 76-ның түлектері, соғып тұр ғой жүректерің үлпілдеп бүгіндері. Қосыла беріңдер жыл сайын, апта сайын, ай сайын. Көп болмайды кездесіп жүргендерің.
Аман болыңдар, сау болыңдар, жақсылық болсын үйлеріңде. Енді айтып жатыр ғой, бір сыныптастар мені сүндет келіп жатыр деп, төбелес болып жүре білейік. Амандық болсын. Өз тойлай берейік, денің сау болсын, мына бала шағаларымыз аман болсын. Ертең мынау балалар, күшті балалар, біздің балалардан. Бірі көріп, мына класстастың баласы екен, мынаның баласы екен деп танып жүрсе, біліп сөйлегеніміз ғой. Өз ие қосылай берейік. Әрдайым мынау осыған орнымыз босамасын. Сөзіміздің бір кәліктерін бір толық болсын. Өз толық бір дейін әрейік. Мәлімеден сол. Ал құрметті менің жолдасымның сыныптастары. Мен де сіздермен сыныптас деп айтуға болады. Мен де 1976 жылы мектеп бітірдім, 50 жыл болды мағанда. Ал енді бүгін 3-ші күн болып келіп жатқанымызда, қуанып басымыз қосылып жатқанына, жігіттер бірін-бірі көріп, шақтасып, амандасып жатқанда ойлап қоям енді. Біз әйелдер өте қиынбыз ба, осы жігіттерді кездестірмеген деп. Менің класстастарым қайда деп сұрамағанбыз ғой шыны. Ойын әзіл. Ал енді дөңгелек үстелдің басында отырған 76-ның түлектері, соғып тұр ғой жүректерің үлпілдеп бүгіндері. Қосыла беріңдер жыл сайын, апта сайын, ай сайын. Көп болмайды кездесіп жүргендерің. Аман болыңдар, сау болыңдар, жақсылық болсын үйлеріңде. Енді айтып жатыр ғой, бір сыныптастар мені сүндет келіп жатыр деп, төбелес болып жүре білейік. Амандық болсын. Әдейі армандарға жеттіңдерме, қайдасыңдар құрдастар. Біз дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәріміз де өмір жолын бастар едік. Достар, жүрсін қайда, біргеді ғой жанымыз. Жүрекамызы босындайға, келсін қайырқарымыз. Өмірдің мөлдіреген аспан едік, бәріміз де өмір жолын бастар едік. Армандастар қайда, абзал достар қайда, замандастар қарлығаштан сай